Иә достар, мен шынымен де 30 күн бойы күніне бір тиктоктан түсірген болатынмын. Ну, почти десем болады. 30 күн бойы күн сайын тикток түсірсең, қандай жетістіктерге жетуге болады, соны қазір айтатын боламыз. Бірақ 30 күндік эксперимент айтпай тұрып, жалпы тикток туралы біршама мәліметтер айтып кетейін. Тикток қазіргі уақытта смартфондардағы ең атақты приложениялардың бірі. Қазір ол видеохостингта көптеген адамдар отыр және көптеген контенттер сол жақта жасалуда. Сол себепті мен де тикток ашқан болатынмын. Жалпы мен тикток ашқаныма 1 жыл жарым болып қалды. Ең алғашқы тикток видео 2020 жылы 30 мамырда салынған. Ол аккаунтымда мен өзімнің қалам арнасындағы анимацияларымды салған болатынмын. Қазіргі уақытта аккаунтта 37 мың жазылушы саны бар. Бірақ кейін мен оны тастап кеттім. Не үшін деп сіздер сұрап отқан боларсыздар. Шыны керек, бұл видеолар YouTube-қа арнайы түсірілген болғасын, олардың форматы тиктокқа аса бармайды. Мен тиктокқа тикток форматындағы вертикальды видеолар салғанды дұрыс деп шештім. Сол себепті анимацияларды тиктокқа салмаймын деп шештім. Кім анимация қызығады, одан да YouTube-тан қарауыңызды ұсынамын. Тиктокқа дәл осындай вертикальды видео түсіру дұрыс болғасын, мен дейтін жаңа аккаунт ашуды шештім. Мына жолы өзімнің атымен және өзімді түсіру арқылы дамуға тырысып көрдім. Басында Майнкрафттан түрлі тикток видеолар түсіріп көрдім. Бір жақсысы, ол видеолар тез дамып кетті. Білмейм қалай, бірақ тикток приложениясының алгоритмдері YouTube-қа қарағанда өзгеше жұмыс жасайды. YouTube-тағы көрермендерім мені танып, менің тиктогым тез дами бастады. Әрине, мен YouTube-тағы көрермендерім болмаса, маған тиктокта даму бәлкім қиын болатын еді. Бірақ бұл платформада қарапайым адамдарда тез дамып жатыр. Егерде сіздің тикток видеоңыз күлкілі немесе қызықты болса, ол міндетті түрде қаралым жинайды. Сонымен қатар, тиктокта жиі болып жатқан трендтерден қалмау керек. Уақытында үлгеріп түсіріп жүрген адамдар көптеген қаралымдар жинайды. Атақты дыбыстарды, музыкаларды, фильтрлерді қолдана арқылы сіздің де тикток видеоңыз ретке шыға бастайды. Жалпы тиктоктың трендтерінде қайталамай, өзгеше контент жасап дамуға болады. Өйткені тиктокта әртүрлі адамдар отырады. Оларға бәлкім трендтердің барлығы қызық болып көрінбеуі мүмкін. Бәлкім оларға сіздің видеоңыз қызық болып көрінуі мүмкін. Сол себепті осында ескеріп жүріңіз. Мен ютубер болғасын тиктокқа аса көп мән бермей жүрдім. Арасында уақыт болғанда, іш пысқанда айына 1 рет тикток түсіріп жүрдім. Сол іш пысқанда арасында өтірік 5 минутта түсіріп тастаған тиктоктар менің YouTube-тағы видеоларымнан көп просмотр жинай бастағанда мен ойлана бастадым. Солай осы экспериментті бастайын деп шештім. 30 күн бойы күн сайын тикток түсірсем, қандай жетістіктерге жетем және қаншама жазылушы жинаймын. Экспериментті 1 қыркүйектен бастап, сол айдың соңына дейін жүргізуді шештім. Қазір көріп тұрғандарыңыздай уже қазан айы эксперимент болып кетті. Енді достар, сіздермен нәтижесімен бөлісетін кез келді. Шыны керек достар, мен 30 күннің ішінде 30 тикток жасай алмадым. Өйткені YouTube-қа күн сайын видео түсіру керек болғасын, тиктокқа идея табу қиын болды маған. Бірақ қазіргі уақытта қыркүйектен бастап 28 тикток видео түсіріліпті. Олардың барлығы әртүрлі тақырыпта түсірілген болатын. Ең көп жинаған тикток видео осы айда бұл осы видео. Ол 158 мың қаралым жинапты. Бір қызығы, осы видео осы жақында түсірілген болатын. 26 қыркүйекте түсіріліп, сразу ең атақтысы болып кетті. Бұл әрине керемет көрсеткіш. Одан кейінгі видео ол 155 мың қаралым жинапты. Ол видео трендті қайталау деп айтуға болады. Егерде үңгірде болсаңыз, бек, мынаны қара деген тикток соңғы кездері атақты болған. Мен де сол темаға қосылып түсірген болатынмын. Сол себепті осы видео 155 мың қаралым жинады. Алиш, мынаны қара. Суши, муши, спрайт, прайт, фри, мри, кетчуп, метчуп, кола, мола, бургер. Атак көтінашсын. Яғни көріп отырғандарыңыздай, тиктокта трендтерді қайталау арқылы сіз дейтін тезірек дамып кете аласыздар, осындай өтірік видео түсіріп. 3-ші орында тұрған тикток видео бұл блогерлермен 74 мың қаралым жинапты. Бұл видеода Норд Channel, Прикольчик, Бақытжан, Темірлан болғасын видео өтіп кеткен сияқты. Сонымен қатар, кімді таныдың деген сұрақ қою арқылы адамдардың белсенділігін оятып, видео ретке шықты. Эксперимент басталудың алдында менде тикток аккаунтымда 27 мың жазылушы болған, ал қазір 31 мыңға дейін жетіпті. Иә, онда көп жазылушы бір айда жазылды деп айта алмаймын. Бірақ бұның өзі жоқтан жақсы деп ойлаймын. Менің қателігім бұл трендтерде шығар. Өйткені мен көбіне қарапайым видеолар түсіруге тырыстым тиктокта. Ондай
трендтегі видеоларды көп қайталамадым, сол себепті бәлкім менде қатты белсенділік болмаған шығар. Бірақ сіздерге айтар ақылым, ойым бар. Егерде TikTokта дамып кеткіңіз келсе, онда сізге мен сияқты бір видеодан бірнеше видеодан түсіруге. 5 видео, 6 видео, жалпы TikTok дейтін бұл YouTube емес, бұл жерде сіз дейтін 5-6 видео сала аласыз күніне. Өйткені видеолар қысқаша, адамдар бәрін 5 минутта көріп үлгереді. Трендтерді қарап жүріңіз, не атақты, қандай тақырып өтеді, соның бәріне анализ жасап, өзіңізді түсіріп көріңіз. Сол кезде сізде барлығы шығады. Әрине, білем, TikTokта монетизация жоқ. Сол себепті тегін контент жасау ешкімді шабыттандырмайтын шығар. Бірақ егерде сіз атақты болып кетсеңіз, сізге неше түрлі спонсорлар келуі мүмкін. Сол себепті қазіргі заманның беріп тұрған мүмкіндіктерін қолданыңыздар. Бәлкім алдағы уақытта тиктокерлер соншама көп болып кетсе, дамуда қиын болып кетуі мүмкін. Мен де арасында бірдеңелер түсіруге тырысатын болам TikTokқа. Сол себепті мен де TikTokыма жазылыңдар, ссылкасын описаниеда қалдырам. Сіздерге де сәттілік тілеймін.